Қазақстан халқының бірлігі күні бұл күнтізбедегі жай ғана белгіленген күн емес. Бұл тағдыры тоғысқан, мәдениеті мен салты сан алуан жандардың бірлесіп жазған тарихы. Қазақ даласы қашанда құшағы ашық, пейілі кең мекен болған. Халқымыз келген қонақтың тегін сұрамай, төріне шығарып, дастарханынан дәм ұсынып, жылуы мен құрметін аямаған. Қонақ жайлылық жай ғана дәстүр емес, бұл халық жанының бір бөлшегі. Біздің әртүрлі болуымыз, біздің басты күшіміз. Тіліміз, салтымыз бен әніміз бөлек болғанымен, сезіміміз ортақ. Біз өз үйіміздеміз. Біз қатармыз, біз біргеміз. Қазақстан достықты сөзбен емес, іспен дәлелденген ел. Қиындықта қолдау көрсетіп, қуанышқа барлығы ортақтасады. Біздің болашағымызда бірлікте, ал күшіміз бір-бірімізге деген құрметте. Біз бірге болғанда ғана бір тұтас Қазақстан халқымыз.